Сәлем баршаларыңа. Бүгін сіздермен бірге осындай винегрет салатын дайындайтын боламын. Ең алдымен қайнатылған бізге картошка, сәбіз, қызылша, қияр и кукуруз и капуста керек болатын. Ең алдымен қайнатылған картошкамызды осылай солонка қылып, одан кейін осылай көбейтіп турап алатын боламын. Неге осылай картошкаларымызды турап алдық. Енді қайнатылған сәбізімізді де осылай ұзынша қылып турап, одан кейін көбейтіп турап алатын боламын. Неге осылай барлығын көбейтіп турап алатын боламыз. Қиярымызды да дәл солай турайтын боламын. Kanalıma тіркелмеген жандар болса, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыз. Міне осылай. Енді капустамызды да осылай турап алатын боламын. Капустаны негізі былай солонка қылып турасаң да болады, былай көбік қылып турап алсаң да болады. Мен осылай көбік қылып турап алдым. Неге осылай турап алдым. Енді қызылшамызды да дәл осылай көбікті турап алатын боламын. Неге осылай барлығын турап болды. Енді осы горохымызды үстіне салып, үстіне ас қасықпен 3 ас қасық сұйық май құйып, кішкене шым-шым тұз салатын боламыз. Енді осылай жақсылап араластырып аламыз. Неге біздің винегрет салатымыз дайын. Сіздер де осылай жасап көріңіз. Менің видеом ұнаған болса, пікірлеріңізді қалдырып деді. Тіркелмеген жандар болса, тіркеліп алыңыз болсын.